Хеопс пирамидасы 4,5 мың жыл бойы адамдардың қиялын таң қалдырған зәулім сәулеттік құрылым. Сіз әйгілі пирамиданың ішінде не бар екенін ойлап көрдіңіз бе? Анимациялық мумияларға толы лабиринт, қазынаға толы камералар ма? Әлде ештеңе жоқ па? Оны бірге анықтайық. Осылайша біз Мысырдамыз. Әйгілі Гиза үстіртінде көптеген керемет пирамидалар бар. Бірақ олардың ең маңыздысы Хеопс пирамидасы. Бұл биіктігі 136,5 метр және массасы 4 миллион тонна циклоптық құрылым. Ежелгі Египет сәулетшілерінің туындысы 4,5 мың жыл бойы замандастарының қиялын таң қалдырды. Бірақ оның құрсағына қарасаңыз, одан да таң қалдырады. Дәстүр бойынша виртуалды турымыз кіреберістен басталады. Колостың 2 кіреберісі бар. Біреуі ежелгі мысырлықтар жасаған түпнұсқа. Ол тас тығынмен тығыз жабылған. Сондықтан бізге баратын жол жабық. Екінші кіреберіс 9 ғасырдың ежелгі қазынаға құмар жергілікті сұлтаны салған. Вандал сұлтан көне шаң мен өрнекпен басқа еш нәрсе таппаған. Бірақ сәтсіз тонаушы риза болған ұрпақтарына ыңғайлы көлденең бос орын қалдырды. Сіз бұл үлкен блоктарға қарап адамдардың тек бұлшық күші мен қарапайым құралдармен пирамида сала алатынына сенбейсіз. Ол арқылы біз ежелгі пирамиданың ішіне не бар екенін білу үшін ішке енеміз. Сонымен біз батылдық алып, алшақтықтың сиялы қарасына тығыламыз. Пирамида өте үлкен. Оның неше түрлі өткелдері, біліктері, дәліздері бар. Оларды шатыстырмау үшін мезгіл-мезгіл диаграмманы қараңыз. Маңызды нысандар асты сызылған сандармен және басылатын әріптермен белгіленеді. Біз 1-2 қадам жасаймыз. Біз ұзындығы 17 метр саңылаудың ішінде тұрмыз. Жанданған мумиялар бізге шабуыл жасамады және қабырғалары құлап кетпеді. Сондықтан біз батылдықпен саяхатымызды жалғастырамыз. Үзіліс төмендейтін және көтерілетін дәліздер шығатын жол қиылысының түріне жатады. Біз төмен қарай таңдаймыз. Түсетін дәліз тар және төбесіне өте төмен. Ұзын адам болсаң, 3 өлшемінен елуің керек. Шынымен осылай. Ұзындығы 105 метр дәліз 26 градус бұрышпен төмен түседі. Дәліз соңына қарай оған басқа өткел қосылып жоғары қарай шығады. Ол қызмет көрсету дәлізі деп аталады. Біз оған кейінірек ораламыз. Біз жүре бергенше қызмет көрсету дәлізіне кіру қоқыстарды ежелгі мысырлықтар қалдырмаған. Бірнеше минут ауыр шырғанаудан кейін біз өзімізді жер асты камерасына таптық. Бұл жерді қорық деп те атайды. Міне, біз ақырында толық бойымызға созылып, иықтарымызды түзе аламыз. Шұңқыр, ұзындығы 14 метр, ені 8 метрге жуық болатын бөлме. Ішінде таң қарарлық ештеңе жоқ. Әктастан ойылған тауашалар мен тереңдігі 12 метрге жуық болған құдықты қоспағанда. Оны ежелгі құрылысшылар емес, Хеопстың мүрдесіне бар нағыз жерлеу бөлмесіне табамыз деп үміттенген археологтар қазған. Ол тым қызық. Туристерден арнайы тор қоршаумен қоршалған. Сондай-ақ шұңқырдың оңтүстік бөлігінде тар көлденең өткел бар. Ол медитация дәлізі деп аталады. 16 метрге созылып, тұйыққа тіреледі. Дәліз өте тар. Ересек адам 4 аяқпен ғана жүре алады. Онымен бір файлда жүру мүмкін емес. Тіпті толық өсуде, тек тізеңізбен жорғалаңыз. Ал біз төмендейтін дәлізде қалдырған қызмет көрсету дәлізіне оралайық. Қызмет көрсету дәлізі 60 метрге дейін көтерілетін оқпа
шамамен 40 метр биіктікте. Ол іші нары блоктармен қапталған камераға тіреледі. Бұл камера гротто деп аталады. Грот өте кішкентай, шамамен 3-4 метр. Онда 1,5 метрден аспайтын бала ғана толық бойына төтіп бере алады. Хеопс пирамидасының ең көне бөлігі деп саналады. Грот пирамиданың өзі салынғанға дейін бұрыннан бар сәулет кешенінің бөлігі болуы мүмкін. Ол 5,000, 7,000, тіпті 10,000 жыл болуы мүмкін. Бәлкім алғашқы мысырлық діни қызметкерлердің өзі қасиетті рәсімдерді осында жіберген шығар. Дұрыстап тынығып, біз шахтаға ары қарай жылжимыз. Сонымен 20 метрден кейін көлденең туннельге шығамыз. Онда сіз толық бойыңызға дейін түзетіп, қатты мүшелеріңізді соза аласыз. Бірақ егер сіз 175 метрден төмен болсаңыз, бұл туннель төбесінің биіктігі. Көлденең өткел бізді патшайымның палатасына апарады. Бұл әктастармен қапталған ерекше бөлме. Бірақ бұл төртбұрышты тесікке назар аударыңыз. Бұл екі желдету шахтасының біріне кіретін есік. Кезінде шахталар шу шығарған. Олардың арнайы роботтар тапқан. Мыс тұтқалары бар бірнеше кезектесіп тұрған тас есіктердің табылуы толқу туғызды. Есіктердің мақсаты әлі ашылған жоқ. Көлденең өткелдің басына ораламыз. Біз баспалдақпен бірнеше қадам басып, өзімізді ұлы галереяда таптық. Бұл өте биік, шамамен 9 метрлік жалған қоймасы бар, өте кең көтерілетін дәліз. Галерея шамамен 46,5 метрге созылып жатыр. Оның қабырғалары қоңыр гранитпен қапталған. Көбінесе бұл экскалаторға ұқсайды. Бұл не және оның мақсаты қандай, бұл сұрақтарға бірнеше египтолог және ежелгі әуесқой бас қатырғыштар. Мүмкін құпия бөлме қандай да бір пайдалы инженерлік мақсатқа қызмет ететін болуы мүмкін. Әлде жат гаджеттерге толы сандығы ма? Сіз бұл тақырыпты мәңгі қиялдай аласыз. Дегенмен сіз одан шаршаған шығарсыз. Ендеше сөзімізді аяқтайтын кез келді. Сонымен біз ұлы галереяның соңына жеттік. Біз алдыңғы камераға кіреміз. Біз кішкене саңылаудан өтеміз. Сол себепті біз қайтадан файлға баруымыз керек және біз кең бөлмеде перғауынның бөлмесіне боламыз. Перғауын әрине мұнда жоқ. Оның тас скафандрының қақпағы жоқ. Бөлме үлкен галерея сияқты. Қоңыр гранитпен қапталған. Қабырғалары сурет немесе әшекейлер жоқ. Ежелгі дәуірдің құдіретті перғауынның соңғы тынығу орнына ұқсамайды. Жалпы бұл жерде Хеопс ешқашан жатпаған деген пікір бар. Ол пирамиданың өзі алып скрипт емес, ғибадатхана. Немесе түсініксіз мақсаттағы алып машина. Әлде тіпті басқа бөлмелерге арналған портал. Жалпы көптеген нұсқалар бар. Перғауынның камерасының үстінде үйге ұқсайтын құрылыс бар. Ол бір-бірінен қуыстармен бөлінген 5 көлденең жатқан пластинадан тұрады. Құрылымның кабельді төбесі түрінде бүктелген 2 тақтамен тәжмен безендірілген. Бұл үй ғалымдардың пікірінше перғауынның камерасын пирамиданың үстіндегі блоктар қысымынан қорғауға қызмет етеді. Көп метрлік желдеткіш білектер перғауынның камерасынан және үлкен галереядан шығады. Сіз оларға кіре алмайсыз, өйткені олар тым тар. Бірақ біз әдетте тыс саяхатшылармыз. Солай ма? Саяхатшылар іштен осылай көрінеді. Королеваның палатасындағы шахталардың айырмашылығы бұл шахталар аяқталады. Олар сыртқа шығады. Болды.
Біздің виртуалды саяхатымыз аяқталды. Киіміңіздегі шаңды сілкіп тастаңыз. Маңдайыңыздан шыққан тер тамшыларын сүртіңіз және мақалаға лайк басуды ұмытпаңыз.